Сәлеметсіздер ме? Кітапты жылдам оқуға арналған өте оңай әрі кез келгеніміз жасай алатын 10 лайфхакпен бөліскім келеді. Біріншісі қарындашпен оқу. Мәтіннің әр жолын қарындашпен жүргізіп отырыңыз. Көзіңіз қарындашқа еріп отыратындай болуы тиіс. Басында баяу қарқынмен бастап көріп, көзіңіз үйренген сайын жылдамдықты үдете беріңіз. Ішкі жылдамдығыңыз артқан сәтте сана сүзгісі де жетіледі. Яғни қарындашқа ерген көз арқылы іштей оқу жүйесі мызғымас қалыпқа түседі. Алғашқы уақытта бұл тәсіл оғаш көрінуі мүмкін, бірақ бейімделген сайын оқу жылдамдығы біршама артады. Екінші тәсіліміз күнделікті жаңылтпаш оқу. Жаңылтпашты күнделікті оқу жылдамдығын арттыруға көмектеседі. Себебі жаңылтпаштағы сөздер бір-біріне ұқсас болғандықтан, ол сөздерді ажыратуға көз үлкен күш салады. Жаңылтпашпен жұмыс жасап үйренген көз қарапайым кітап бетіндегі мәтінді тезірек оқитын болады. Жаңылтпаш оқығанда оймен оқисыз, іштей. Сізден ешбір дауыс шықпауы тиіс. Жаңылтпаштың тағы бір қасиеті сөздік қорыңызды көбейтуге және әріптерді анық айтуға таптырмас құрал. Үшінші тәсіліміз сүзгі тәсілі деп аталады. Оқығалы жатқан кітабыңызға 5-6 сұрақ қойып алыңыз. Сол сұрақтың жауабын іздеу үшін кітапты оқыңыз. Адам кітапты қарапайым оқуға қарағанда, сұрақты іздеп отырып оқығанда шапшаң оқиды. Мысалы, дай ағашы кітабын оқығанда, дай ағашы сөзінің мағынасын іздеу деген сияқты. Кітапты алып парақтағанда, бір қарағаннан-ақ сол бетте дай ағашы сөзі бар жоғын түсінуге болады. Бетті парақтап көзіңізбен шапшаң іздей бастайсыз. Бұл тәсіл сізге жылдамдық пен түсінікті қатар қалыптастырады. Төртінші тәсіл теріс қаратып оқу деп аталады. Кітапты жоғарыдан төменге айналдырып, теріс қаратып оқыңыз. Алғашында бұлай оқу қиынға соғады, бірақ кейіннен миыңыз бұл қалыпқа да үйренеді. Мәтінді қаншалықты қиындатсаңыз, соншалықты тезірек оқитын боласыз. Кітапты теріс қаратып оқуға көз тез үйреніп алады. Содан кейін оң қаратып оқысаңыз, сөздер еркін әрі тез оқыла бастайды. Бұл тәсіл тез оқуға әрі шапшаң болуға көмектеседі. Бесінші тәсіліміз көп оқу. Мәтінді мейлінше көп оқысақ, жаңа сөздермен таныс боламыз. Адамның көзі таныс емес сөздерге көп уақыт кідіріс жасайды, ал таныс сөздерді бір қарап түсініп өте шығады. Көп сөзбен таныс болсақ, оқу жылдамдығымыз да 4-5 есеге артады. Көп сөзбен таныс болу үшін кітапты көбірек оқу қажет. Алтыншы, бұрын оқыған кітабыңды оқу. Бұрын оқып кеткен кітапты қайта оқысаңыз, еріксіз түрде жылдам оқисыз. Себебі ондағы сөздер сіздің түп санаңызда сақтаулы болады. Әр сөз таныс болады. Бұрын оқыған кітапты жиі оқып, миды жылдам оқуға машықтандыру қажет. Бұл бір жағынан жылдамдыққа тәрбиелесе, бір жағынан есте сақтауды күшейтеді. Жетінші ережеміз көзбен оқу. Тек көзбен оқуды бастаңыз, әдетке айналдырыңыз. Негізі кітапты адамның көз емес, шүйдеде орналасқан ми бөлігі оқиды. Көз тек ортадағы өткізгіш қызметін атқарады, ал көз секундына 1 миллиард ақпаратты қабылдай алатын қабілетке ие. Былайша айтқанда, адамның көзі минутына 1000 сөзді оңай оқи алады. Күн сайынғы жаттығулардан кейін көзбен оқудың жылдамдық пен түсінікке пайдалы екенін байқайсыз. Дауыстап оқығанға қарағанда, көзбен оқығанда 10 есе жылдам оқи бастайсыз. Маңызды сөздерді іздеу бұл 8-ші ережеміз. Кез келген мәтінді және, да, де, мұнымен қатар, сонымен секілді шылаулар мен қыстырма сөздерді оқымай кету арқылы мәтін көлемін қысқарта аласыз. Оқу барысында тек маңызды сөздерді ғана көруге тырысыңыз. Олар зат есім, етістік, сын есім болуы мүмкін. 9-ші ережеміз алғашқы мақсатыңыз. Әр жаңа жолдың алғашқы сөйлеміне ерекше мән беріңіз. Шындығында жақсы жазушы барлық ойын жаңа жолдың алғашқы сөйлемінде жазып, қалғанын сол сөйлемдегі мағынаны дамытуға арнайды. Басқаша айтқанда, азат жолды толық түсіну үшін алғашқы сөйлеміне мән беріп оқысаңыз болғаны. 10-шы ережеміз бағыттаушы сөздерге қараңыз. Бұдан өзге, мұнымен қатар сынды қыстырма сөздер 2 мақсатта қолданылады. Біріншіден, осыған дейінгі ойды нақтылай түсу үшін, екіншіден, қосымша мәліметтер беру үшін. Ал осыған сәйкес, сондықтан сөздері нәтижені білдіреді. Ал тыңдарманым, мені әлі тыңдап отырсыз ба? Жарайсыз.
Онда осы каналға жазылып, кез келген пікіріңізді қалдыруыңызды өтінемін. Сіздің қандай реакция білдіретініңізді көргенде, мен қатты шабыттанып, жаңа идеялармен бөлісуге онан сайын құлшына түсемін. Қандай баға берсеңіз де, алғысым шексіз. Сау болыңыз, келесі кездескенше.